Саламатсыз ба, құрметті ұстаздар? Бұл нұсқаулық мектеп еду жүйесінде онлайн сабақ өткізу процесін түсіндіруге арналған. Жүйеде жұмыс жасау үшін жеке кабинетіңізге кіру қажетсіз. Онлайн сабақты бастау үшін алдымен материалдар бөлімінде қажетті сабаққа материалдарыңызды салып дайындайсыз. Мазмұны батырмасын басу арқылы керекті тақырыбыңызға материалдарыңызды жаңадан қосып, немесе бұрын салған материалдарыңызды қарауларыңызға болады. Егерде сіздің материалыңыз дайын болса, оқыту бөліміне көшіңіз. Керекті сынып қатарындағы сабақтарға өту батырмасын басуыңыз қажет. Бұл бөлімде сабақ кестесі бойынша ағымдағы уақытқа дейін өткен, немесе бүгінгі күн сабақтары көрсетіледі. Сабақты бастау үшін сабақты тағайындау батырмасын басыңыз. Одан кейін керекті тақырыпты таңдауыңыз қажет. Назар аударыңыз. Бұл жерде тек материалдар салынған сабақ тақырыптарыңыз ғана көрсетіледі. Егер қалаған тақырыбыңыз табылмаса, материалдар бөліміне барып, керекті тақырыпқа материалыңызды салуыңыз қажет. Тақырыпты таңдағаннан кейін, сіз автоматты түрде материалдарыңызды оқушыларға жібересіз. Онлайн сабақты бастау үшін сәйкес батырманы басып, әрі қарай жаңа онлайн сабақты бастау батырмасын басуыңыз қажет. Кей жағдайларда сабақты ашу кезінде бағдарламаға компьютеріңіздің микрофон және камерасын пайдалануға рұқсат беру қажет болады. Ашылған бетте сіз бен оқушылар арасында онлайн байланыс орнатылады. Оң жақ бөлікте сіз онлайн сабаққа қосылған оқушыларды көре аласыз. Сонымен қатар, бұл жерде 3 нүктені басу арқылы барлығының микрофондарын өшіруге болады. Яғни тек сіз ғана сөйлей аласыз. Сол жақ бөлікте экран батырмасын басу арқылы, мысалы алдын ала дайындалған презентацияны немесе басқа түсіндірме материалдарыңызды оқушыларға көрсетуге болады. Экран трансляциясын аяқтау үшін закрыть доступ батырмасын басу қажет. Чат батырмасы онлайн сабаққа қатысушы оқушылар және сіздің араңыздағы хабарламаларға арналған. Бұл жерде оқушылар сұрақтарын қойып, ал сіз жауабыңызды немесе тақырыпқа қосымша ақпараттарды жазуға болады. Төменгі орта бөлікте сіздің дыбысты және камераңызды өшіруге немесе қосуға арналған қарапайым функционал орналасқан. Сонымен қатар конференцияны өшіруге арналған батырмада орналасқан. Назар аударыңыз. Бұл батырма сабақты аяқтауды білдірмейді. Сабақты аяқтау үшін сәйкес сабақты аяқтау батырмасын басу қажет. Әйтпесе трансляция аяқталмаған болып саналады. Дегенмен де сіз онлайн сабақты браузер бетшесін жабу арқылы аяқтаған болсаңыз, қайтадан онлайн сабақты өткізу, әрі қарай сабақты жалғастыру батырмасын басу арқылы онлайн сабаққа ораласыз. Онлайн сабақ аяқталған соң, сабақты аяқтау батырмасын басыңыз. Сонымен сіз онлайн сабақты сәтті аяқтадыңыз. Назарларыңызға рахмет.